Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге кухняны жинастыратын боламыз. Жай ғана ыдыс-аяқтарды орнына қоятын боламыз, өйткені үйге қонақ келген болатын, сондықтан барлық ыдыс-аяқтар сыртқа шығып кеткен. Менде ыдыстар өте аз, өзім солайынан жасаған болатын, өйткені менде кухняда кішкентай, үйдің де іші кішкентай. Бұрындары біраз ыдыс-аяқтар бар етін, оның барлығын сарайға шығардым. Оның үстінен ол ыдыс-аяқтар сәннен шыға бастады. Одан кейін кішкене ауыстыруға тура келді. Оның барлығын үйге сақтайтын болса мүлдем сыймайды. Өзімде негізі, по-моему, сол 32 ма персондық бар етін, бірақ енді тарелкалары сондай 4 бұрышты болатын, сұр түсті болатын. Олар да енді жақсы былай. Бірақ енді өзім ауыстырғым келді қазіргі сәнге. Ал қазіргі алған персон мүлдем өзіме ұнамай қалды, өйткені качествосы да нашар. Жаңағыдай микроволновкаға ысытсаң кәдімгідей қызып кетеді. Мен ойлаймын, бұл таза фарфор емес, басқа материалдан жасалған деп ойлаймын өзім. Одан кейін жаңағыдай шетіндегі сары түстері уже кетіп жатыр, кәдімгідей уже ескі сияқты болып қалды. Одан кейін бұл бізге өте қатты көп, бұл персон 32 персон бізге кәдімгідей көп. Бізге керегі 10 адамдық или болмаса 6 адамдық сондай персондар керек. Сондай қарастырып жүрмін. Мынаны тағы да ауыстыратын, өйткені біразы қолданбай тұр. Шкафтың ішінде әжептәуір орын алып тұр. Или болмаса бұларды да жартысын сарайға барып тастау керек. Бір-екі жаңағыдай тарелкасынан алып қалған бәрін сарайға барып тастау керек. Өйткені шкафтың ішінде кәдімгідей орын алып тұр. Ол жерге мысалға басқа заттар қоятын, мысалға басқа керекті заттарды да қоюға болады. Сол тарелкаларды алып тастасаң. Ыдыс-аяқтың жартысын жинап тастаймын деп жатырмын ғой. Коробка келгенді оған. Сөйтіп күніге магазинге барамыз енді. Сол кезде коробка ұмытып кете беремін. Есімнен шығып кете береді. Ыдыс-аяқ жуған кезде есіме түседі ғой, жаңағы коробка алып келу керек екен. Шынымен де жартысын жаңағыдай алып тастап, и оның астына өзімнің күнделікті керекті продуктілерді сол жерге қойсам ба деп жатырмын. Кладовкаға қайта жүгіріп бармай, осы шкафтың астынан қолдана беретін, жаңа майда шүйде бар ғой, горох болсын, басқа болсын, солардың барлығын осы жерге әкеп қоятын, күнделікті өзіміздің қолданатын продуктыны. Одан кейін барып, жаңағыдай артық продукты болса, олар уже кладовкада тұра береді. Осы жақта уже бітіп жатса, сол жақтан әкеп осы жаққа қоятын. Мінекей сіздермен бірге жақсылап жаңағыдай екі шкафта жинастырып алдық. Екеуі шашылып кеткен болатын. Екеуінен біраз ыдыс-аяқтар шығып кетті. Ендігі бізде кезекте бұл алматтың киімдерін үтіктеу. Мен уже екінші күн үтіктеп жатырмын. Уже үтіктеуден шаршап кеттім. Аллергия болып жатыр менде үтіктеуден. В общем, демалыстың бірінші күні, енді бізде той сол күні басталатын болды ғой. Енді мен киімді алдын ала үтіктеп қойсам да болатын еді, бірақ енді мен үйге мүлдем қонақ келмейді деп ойлаған болатынмын. Өзім жаңағыдай план құрып қойған болатын. Азанда ерте тұрамын, майда шүйде тірліктерді істеймін, одан кейін барып жаймен үтіктеуге кірсем, одан кейін барып жуынам, содан барып жаймен жаңағыдай боянам деп ойлаған болатын. Одан кейін олай болмай шықты, керісінше болды. В общем, золушкаға айналдым. Мен дайындалам деп отырған кезде үйге қонақтар келетін болды Алматы қаласынан. В общем, мен күтіп алуым керек екен. Соменен аяқ асты тамақ істеп, жаңағыдай дастархан дайындап кеткенім бар. Тойға дайындалудың орнына, в общем, үтіктедім. 2 сағаттай пысылдап жүріп, өзімнің костюмім енді қатты қиындау болды. Үтіктеу, сода тұрып қалдым әжептәуір. Одан кейін папамыздың шалбарын үтіктедім. Ол да кәдімгідей қиындыққа түсті. Соменен үтіктеу біраз менің уақытымды алды. Кәдімгідей шаршадым. Белім айналып кетті, шын айтқанда. Одан кейін барып тамақ істеп жүрмін, дастархан дайындап жүрмін. Одан кейін ол кісілер тамақ ішті, одан кейін біздің үйден киініп кетті. Енді мен бұл жерде ешқандай киіне алмаймын да, ешқандай ештеңе істей алмаймын, өйткені үйдің іші тар, олармен бірге жүре алмаймын, жаңағыда киініп жүгіріп. Ол кісілерді шығарып салғаннан кейін барып мен тойға дайындалдым. Уже тойға барлығы барып қойған, мен әлі жүрмін. Жаңағыдай прическа ештеңе дайын емес. Содан кейін тез жуынып, шайынып, жарты сағаттың ішінде енді үлгердім. Қолымнан келгенше макияж жасадым, қолымнан келген. Прическа ештеңе жасаған жоқпын, шашымды жайып баруға тура келді. Енді прическа жасау үшін де 1 сағат, 2 сағат кетеді. Енді алдын ала дайындалу керексің ғой. Ер адамдардың ойлауынша бізде жаңағыдай жуынып шайынып, костюм шалбарымызды киіп шығып кете беруіміз керек екен. Енді олай болмай шықты ғой. Енді мені күтулеріне тура келді. Тойға 1 сағатта кешігіп барды, ештеңе кеші жоқ. 6-ға деген той енді 8-де бірақ басталды. Бізде енді барлығы сөйтіп кешігіп жүреді ғой. В общем, той ойдағыдай
өтті, ешқандай артықшылығы жоқ, күнделікті өздеріңіздің барып жүрген тойларыңыз сияқты ол да су етіп өте шықты. Артық ештеңе айта алмаймын. Мен өзім тойға ондай қатты жақын емеспін, тойды құп көрмеймін, шынын айтқанда маған бір артық шығын сияқты көрінеді. Енді өзіміздің өте жақын тойларға бармасам, артық тойларға бара беруді өзім ұната бермеймін. Тойдан гөрі мен көбінесе саяхаттағанды өте қатты жақсы көремін, білмейміз. Саяхатты кәдімгідей жаным сүйеді. Саяхаттасам кәдімгідей маған бір бүкіл әлем ашылып тұрғандай көрінеді. Сол жақтан бір әжептәуір сабақ алып келгендей боламын негізі. Кей кезде саяхаттаймын ғой, сол кезде мен видеоға түсіруді көбінесе ұмытып кетемін. Прям андай беріліп кетемін, кәдімгідей анау андай екен ғой, мынау мынандай екен ғой деп. Әсіресе жаңағыдай кең далаға барғанды, табиғатты қызықтағанды өте қатты жақсы көремін. Прямо ашын кіріп кетемін, әрбір шөбін, гүлін бәрін зерттеп жүремін ғой, мынау мынандай екен, мынандай екен. Кей кезде телефонды қолыма алуды да ұмытып кетемін. Мен өзім енді солай демалғанды жақсы көремін негізі. Енді кейбіреулер тойға барып демалатын шығар, енді солай қызық болатын шығар. Маған той мүлдем енді қызық емес, енді білмеймін. Үйрене алмай қойдым, бойымды үйрете алмай қойдым тойға. Тағы да айта кететін жайт, тойдағы сарқытты мен мүлдем алмаймын, өйткені біздің үйдегілер жемейді екен. Бір-екі рет алып келген болатынмын, мүлдем тиіскен де жоқ, қараған да жоқ. Түгел мен апарымды солайынан иттің табағына құйдым, в общем. Содан кейін алмайтын болдым. Бұл жолда енді алған жоқпын, негізі алуым керек еді, ұмытып кеттім, маған пакет қойып қойған болатын. Жарты жолға келген кезде есіме түседі, сонымен қайтуға барлығы кетіп қалған. Сонымен жаңағыдай папамыз ренжиді, мен айттым, есім болған қасымда тұрған етін дедім. Сонымен есімнен шығып кетті, біреу жаңағыдай бірдеңке деді, алып кел деді. Сонымен соны апарып берем деген апарып бердім. Сонымен курткамды алдым, сонымен шығып кете бергем ғой. Оның үстінен жаурап тұрдым. Сонымен тез машинаға отырып алғым келді. Кейіннен барып есіме түседі ғой, үйге қайтқан кезде ғана. Жаңағыдай папамыз өзінің достарына апарып бермекші болды да, енді той сарқытынан. Ол есімнен мүлдем шығып кеткен. Бір-екі рет алып келдім дедім ғой, сарқыттан ешкіммен жемеді ғой. Сол кезде кәдімгідей өкпіліп қалған едім. Сонша жерден көтеріп алып келдім ғой, еңбектеніп. Соны ұрсып жүрмін ғой. Осындай жерден көтеріп алып келдім, оны сендерге әкелдім, жесін деп, сендер жемедіңдер деп өзімше ұрсып жүрмін ғой, өкпелеп. Иттер қысып қалды. Иттер болады ғой ше. Сол сақтап қалды ма? Міне сол. Үлкен ба? Жоқ, сен теріс кидің. Міне алды жағында мен 4-3-ті болды. Мен қазір маған аяқ киім қарайтын болсын. Мені ашып қалды. Нормально бұлдап жаңағыдай арқып көрсететін сияқты ма? Нормально болады енді. Бірақ бұған неге болмайтын сияқты. Мына жерде уже біз басқа магазинге бара жатырық. Маған аяқ киім алатын боламыз. Жанұядан мүлдем аяқ киім таппадық. Ол жердегі аяқ киімдердің барлығы қыстық аяқ киімдер екен. Мына жерде енді алмат бізде түсіріп келе жатыр, жөнді түсірмеді. Мына жерде бізде тағы да магазин соғылатын сияқты. Жан-жағын барлығына құм төсеп тастаған. В общем, бізде магазин көп болайын деп тұр ғой. Мына жерде аяқ киімнің осындай сигналын алмаған екен. Мен қанша рет кидім, осыны шалбар қысқартқан кезде де кидім, байқамадым. Одан кейін үйге әкелдім, тағы кидім, байқамадым. Соңында жаңағыдай костюм шалбарды қысқарттым ғой, сол кезде киген кезде ғана байқадым. Соңғы рет кидім, кешке таман. Сөйтсем осы шылдырлап тұр екен, шылдыр-шылдыр етеді. Содан кейін мен байқамадым онша. Не шылдырлап жүр екен деп ойладым. Миыма мынау вообще кірмегендей, көзім көрмегенде ғой бұны. Шылдырлаған естіген, бірақ көрмегем. Содан кейін барып көріп жатырмын мінекей. Сөйтіп магазинге апардым, айттым, осындайларыңыз қалып кетті, аласыздар ма деп едім. Иә, аламыз деді. Сөйтсем ол магазиннің жаңа сигнализациясы мүлдем істемейді екен. Шыққан кезде жаңағыдай шиқылдау керек, ол да мүлдем істемейді. Сөйтсе оны алды да жаңағыдай бір темірмен ұрып қайтадан істеткізіп қойды. Тегін киінетін адамдар жаңағыдай магазиннен қорықпай шыға берсе болады екен. Негізі өзім күлкімге кетті, анда магазин істеп жатқан жаңа несіне қарап, сигнализациясына қарап. Сондай жаңағыдай
ақшасы төленіп қойса, мен ойладым, ақшасы төленіп қойса, значит ол шиқылдамайды деп. Мен магазиншіден сұрадым, ақшасы төленіп қойды ғой, шиқылдамау керек пе еді ма деп едім, жоқ, шиқылдайды ақшасы төленсе де деді. Ендігі кезекте тойдан кішігірім осындай көрініс, ондай қатты түсіргім келген жоқ. Ана бұрышта бір кішкене түсірдім, мына бұрышқа келіп бір түсірдім, сонымен болды. Алматтың жаңағыдай ән айтқанын түсірдім, онда да ол телевизордан. Ар жаққа барғым келген жоқ, адамдар көп болғаннан кейін жүргім келген жоқ олардың алдында. Видеом аяғына келіп жетіпті. Видеомды аяғына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Каналыма тіркеліп кетіңіздер, пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар. Кездескенше.